Халық арасында қалаулым бағдарламасы арқылы танылған Замира Султан денсаулығында ақау барын айтты. Бұл туралы ол Instagram желісіне жариялады. Замираның айтуынша, дәрігерлер оған жатыр мойнындағы қатерлі ісіктің енді басталып келе жатқанын хабарлаған. Бір жаман жаңалықтың артынан кейін бір жаман жаңалық, бір жеріңді емдеп жүрсең, бір жерің шығады, запарилась. Енді Қазсункарға бар, трубамды тексерсең, вообще көтерілуге возможность жоқ. Короче, мына өмірден шаршадым әбден. Ана жерің ауыр, мына жерің ауыр. Бір жағымды емдесем, екінші ауруым шығады. Онсыз да бала көтере алмай шаршап жүргенде дәрігерлер қатерлі ісік белгілері барын айтты. Екі жатыр түтігім де істемейтінін естідім. Бала көтере алмайтынымды біліп жыладым, деді Замира оның ресми парақшасында. Сондай-ақ, белгілі блогер өзінің бір көзі көрмейтінін, эпилепсия және алқым ісуімен, яғни зобпен ауыратынын жасырмады. Естеріңізде болса, өзімнің бала көтере алмайтынымды және қатерлі дерттің басталып келе жатқанын айтқан болатынмын. Бала көтере алмаймын, бірақ дәрігер аналық жасушалар мен гормондардың жақсы жұмыс істеп тұрғанын айтты. Тек эко арқылы бала сүйетін мүмкіндігім бар. Енді сол үшін жұмыс істеймін. Жатыр мойыны ісігін қазірден бастап емдеп жатырмыз. Уақыт өте келе бәрі жақсы болады деген үміттемін, деді Замира Султан.